Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айнура. Бүгін біз осындай жазда шөліңді қандыратын мохито сусынын дайындаймыз. Ең бірінші біз мынадай лимонды бірнеше бөліктерге бөліп, майдалап кесіп аламыз. Және де арасындағы сүйектерін алып тастаймыз. Осылай кесіп алғаннан кейін 2-3 лимонды аламыз. Лимонның тілімін және де мынадай мятаның жапырақтарын қосып, екеуін езіп аламыз. Менде мята 1-2 күндік болып қалды, бірақ қолдана беруге болады. Осыны қасықпен немесе шаншықпен осылай суын шығарып езіп аламыз. Енді осындай ыдысымызға езілген мята мен лимонды саламыз. Және де осындай жаңағы 1 лимоннан қалған тілімінің сөлін осыған сығып құямыз. Және де қалған лимондарымызды салып жібереміз. Мохитомызға осындай мохитоға арналған барбадос дейтін сироп болады. Кез келген супермаркеттен таба аласыздар. Немесе бұның орнына лаймның өзін сығып қолдансаңыздар болады. Мохитомыз салқын болуы үшін мен осындай мұз кесектерін саламын. Және де ең соңында газдалған сусын құямыз. Қасықпен жақсылап барлығын араластырып жібереміз. Мінекей достар, осымен біздің үй жағдайында дайындалатын мохито сусынымыз дайын. Сіздермен бірге болған Айнура, назарларыңызға рахмет.